Тошпаевич. Жалпы бізде бүгінгі видео сабақтың тақырыбы ол токарлық винткескіш станогында негізгі жұмыс атқаратын бөліктері болып табылады. Жалпы жұмысты бастамас бұрын бізге қауіпсіздік ережелерін білуіміз қажет. Бұл қауіпсіздік ережесі дегеніміз біздің өміріміздің, денсаулығымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары болып табылады. Ол үшін мынандай жұмыс істемес бұрын арнайы киімдер киюіміз қажет. Олардың түймелерінің бары тағылған болуы қажет. Және де міндетті түрде мынандай көз әйнек тағуымыз қажет. Ол көз әйнек біздің көзімізге жаңа жаңқалардың ұшып кетіп қалып көзімізге түсіп кетпеуін қамтамасыз етіп отырады. Енді құрметті студенттер, жалпы жұмысты бастамас бұрын токарлық станоктың жүрісін бос жүрісте бір тексеріп алуымыз керек. Және қандай да бір дұрыс емес, бізге жағымсыз дыбыстар естілетін болса, жағымсыз күйіктің иісі шығатын болса, оны токарлық станокты тоқтатып, ол туралы міндетті түрде шеберге хабарлауымыз керек. Қазір енді токарлық станокты қоспас бұрын бірінші арнайы тоқ көзін қосып аламыз. Тоқ көзіне қосамыз. Және де біздің станогымыздың жүрісін бос жүрісте тексеріп көреміз. Жалпы қарап отырсақ бізде барлығы дұрыс жұмыс істеп тұр. Тазалығын қарап алуымыз керек. Ешқандай майлы жерлер болмауы қажет. Ешқандай жағымсыз дыбыстар естіп тұрған жоқпыз. Енді біз станокты өшіріп, тоқ көзінен ажыратып, енді жалпы біз енді токарлық станоктың негізгі жұмыс атқаратын бөліктеріне тоқталып кетейік. Бұл жерде негізгі жұмыс атқаратын бөлігі бұл патрон болып есептеледі. Патрон дегеніміз мына бөлігі. Және патрон бұл алдыңғы топайда орналасады. Бұл патрон бізге дайындаманы бекітіп ұстап тұру үшін қажет. Және де осы патрон арқылы біз айналдырғы арқылы дайындамамызды оң өзімізге қарай және де өзімізден кері қарай бағытта айналдырып ұстап тұру үшін қажет құрылғы болып саналады патрон дегеніміз. Жалпы патрон келетін болсақ, бұл патрон үш жұдырықшалы өзі центрлейтін патрон болып есептелінеді. Үш жұдырықшалы өзі центрлейтін. Бұл жерге дайындаманы, мұны қараңыздар, дайындаманы қысып ұстап тұрады. Және де айналыс беріп тұрады бізге. Көрдіңіздер ғой? Және де бұл үлкен дайындамаларды, үлкен диаметрді дайындамаларды қысу үшін бізге кері қарай қысатын мынандай жұдырықшалар қажет. Бұл үлкен дайындамалар, диаметрді дайындамаларды қысу үшін қажетті құрал болып есептелінеді. Бұларды өздерінің нумерациясы арқылы саламыз. Бірінші, екінші, үшінші деген нумерациялар арқылы салып бекітеміз. Енді келесі бөлігі бұл артқы топай. Артқы топай дегеніміз жалпы дайындаманың екінші шетін ұстап тұруға және де бұрғылау, зеңкерлеу, ішкі бұрандалар салу қызметін атқарады. Енді бізде дайындамамыз осындай қысқа бола бермейді әрқашанда. Ол мынандай ұзын дайындамаларда біз өңдеуіміз мүмкін. Цилиндрлік беттерді өңдеуіміз мүмкін. Ол үшін дайындаманы бекітеміз. Жақсылап бекіткендігімізге көз жеткізгеннен кейін және бұндай дайындамаларды мына бұрыштарын шетін өңдеу бізге қиынға соғады. Бұл центрден ауытып кетуіміз мүмкін.
Сондықтан да дайындаманың екінші шетін немен ұстап тұрамыз, яғни біз оны артқы топайдың көмегімен бекітіп тұрады екенбіз. Міне, көрдіңіздер ғой. Дайындаманың екінші шетін артқы топаймен бекітіп қойдық. Жалпы артқы топай, енді тағы да артқы топайға толығырақ тоқталатын болсақ, бұл артқы топай жаңа айтып кеттім, тек қана екінші шетін ұстап тұру үшін ғана емес, және де бұл жерге мынандай бұрғылау жұмыстарында, яғни бұрғыларды салып та кез келген операцияларды орындай беруге болады. Бұрғылау, зеңкерлеу операцияларын орындай беруге болады. Бері жақынырақ. Келесі бұл жерде қараңыздар. Мына жерде өзінің өлшемдері берілген. Бұлар миллиметрмен өлшенеді. Жалпы бізге қанша көлемде бұрғылау керек, сол осы жерден анықтап көріп отырамыз, қанша көлемде бұрғылау керек екенін. Енді келесі бізде фартук. Мына фартук дегеніміз мынау. Яғни фартук дегеніміз бұрама білікпен бұрама винттің қозғалысын суппорттың бойлық және көлденең бағыттағы қозғалысына реттеп беріп отырады. Міне, осы қызмет атқарады. Жалпы қараңыздар, қазір сіздерге қосып көрсетейін бұл туралы. Қараңыздар, мынау қорғаныш әйнегі болып есептелінеді, яғни оны жаппайынша біздің станогымыз не істемейді, қосылмайды. Мына осыны жапқаннан кейін қауіпсіздік шаралары болып есептелінеді. Дайындама қосылды. Яғни бұл жерде бұрама винт жұмыс істеп тұр, мына қараңыздар. Бұл жерде бұрама винт жұмыс істеп тұр. Жалпы бұрама винтті қосу үшін мынандай тұтқа бар бұл жерде. Қараңыздар, автоматты қостым мен қазір бұны. Қараңыздар, бұл дайындаманың бойымен бойлық жүріс қызметін атқарады. Енді кері бағытта қосу үшін бұны бері қарай жұмыстамыз. Бұны жай, орташа, және жылдам бағытта қойылады. Бұны ажырату үшін мына тұтқаны көтере саламыз. Енді дайындаманы реверсті, яғни кері бағыт айналдыру үшін қандай алынып қараңыздар, енді бұл кері бағыт айналдыру жасап отырмыз. Енді келесі тоқталатын нәрсе бұл суппорт. Суппорт дегеніміз мына бөлігі. Яғни суппорт дегеніміз фартуктың, жаңа айтып отырмын, бойлық жүрісіне түзу сызықты қозғалысын, суппорттың түзу сызықты қозғалысына, бойлық қозғалысына, көлденең бағыттағы қозғалысын қамтамасыз етіп отырады. Бұл мынандай тұтқалардан тұрады, яғни бұл көлденең бағыттағы қозғалысын, дайындамаға қарама-қарсы көлденең бағыттағы қозғалысын, және де қай бағыттағы қозғалысын, бойлық бағыттағы қозғалысын қамтамасыз етіп отырады. Және суппортта орналасатын нәрсе, ол тағы да 4 позициялы қысқыш бекіткіш міне. 4 позициялы деп айтатынымыз, бұл жерге 4 түрлі кескіштерді қойсақ болады, жұмысымызға байланысты. Біреу және екеу. Мына кескішпен жұмыс істеп болғаннан кейін, келесі кескішті шығарып қосып жұмыс атқара беруге болады. Түсінікті ғой?
Енді келесі бөлігі бұл суппорттың жоғарғы бөлігі бұл шана деп қояды. Бұл шана бұл жалпы дайындамаларды конустық беттерді өндіру кезінде де өте маңызды рөл атқарады. Конустық беттерді өндіру кезінде. Енді келесі бұл жерде электр бөлігі және де жаңағы жылдамдықтарды ауыстыру қорабы, жылдамдық қорабы. Және де бұл жерде ауыстырмалы доңғалақты гитара орналасқан. Бұл ауыстырмалы доңғалақты гитара арқылы біз дайындаманы өңдеу жылдамдығын өзгертіп отыруымызға болады. Міне мына жерде ауыстырмалы доңғалақты гитара. Қараңыздар, мына ремендерді ауыстыру арқылы, мына тісті доңғалақтарды ауыстыру арқылы бұл жердегі жылдамдықты кез келген өзімізге жаңағы бұрандалар қою кезінде кез келген жылдамдықты өзгертіп өзімізге қатысты келтіріп алуымызға болады. Осы мына бөлікті біз ауыстырмалы доңғалақты гитара деп айтамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.